Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Қазір ғаламның жаңа тынысы 2026 жылдың энергиясы жер бетіне ене бастады. Ол нәзік, бірақ қуатты толқындармен адам тәні мен жанын жаңғыртып, бұрынғының бәрін шаюда. Сондықтан да көпшілік шаршауды, әлсіздікті, қан қысымның төмендеуін, немесе керісінше тамаққа шамадан тыс тәбет пен ұйқышылдықты сезінуде. Бұл ауру емес, энергиялық ауысымның көрінісі. Жердің терең қабаттарынан, судың ежелгі жадынан жаңа толқын көтеріледі. Адам санасы ақпарақтай тазарып, өткеннің көлеңкесінен босайды. Су бәрін шайып тазартады. Осы сәтте көріп келдік пен түйсік бұрынғыдан да биіктейді, себебі рух қайта жаңғыруда. Адамзат ұлы өзгерістің табалдырығында тұр. Жер, су, көк өзара үйлесім мен теңдікке келді. Галактикалық шексіз кеңістіктерде мультиғаламдық порталдар ашылуда. Сондықтан адам көзіне өзге ғаламдық бейнелер жиі көрінеді, себебі шындық пен елес шекарасы енді мөлдірленіп барады. Біз мультиғаламмен теңескен уақыттың нүктесіндегі тіршілік иелеріміз. Уақыт енді сызық емес, сана толқынына айналды. Ой қанат, сана кеңістік. Ой арқылы біз өлшемдер арасында еркін ұшудамыз. Сананың мүмкіндігі күн жүйесінің шегінен әлдеқашан асып кетті. Біз жаңа энергия дәуірінің бастауындамыз. Тек жүрек ашық, сана таза болса, жаңа ғаламның есігі өздігінен ашылады. Себебі қазір осындай арамызда өзінің рухының ең биік бейнесін көріп, тікелей сөйлесіп, рухани арқылы бүкіл мультивселеннаяны шарлап, жаратушымен тікелей байланысып, ақпарат алып отырған жандар саны күн санап көбеюде. Жаңа ғаламдық ілім, сана мен энергияның дәуірі. Ғаламның тереңінен биік рухтардан жаңа ілімдер ағуда. Бұл ілімнің өзегі сана мен жұмыс жасау. Адамның шынайы өзгерісі сырттан емес, оның өз ішінде, санасында. Сана түрленген сәтте ғана адамның өмірі, бағыты, тағдыры өзгереді. Өзгерген сана жарыққа жетелейді, ал сол жарық адамды өткеннің шеңберінен қайталанған қиындықтар мен қорқыныштардан босатады. Сана өзгермей, ештеңе өзгермейді. Бұл жаңа дәуірдің басты ақиқаты. Енді адамзат жаңа заңмен өмір сүреді. Энергияны сақтау басты валюта. Себебі бүкіл ғаламда бар нәрсе энергиядан тұрады, және барлық жүзеге асу сол энергияның ағынымен орындалады. Кім өз энергиясын түсінсе, оны сақтай білсе, сол адам өз шындығын саналы түрде жарата алады. Болашақ ойдың қуатында, рухтың жарығында және жүректің тыныштығында. Адамның ішкі энергиясы оның ғаламмен байланысы. Қай кезде энергия мол болса, сол кезде өмір ағысы да үйлесімді, жеңіл, сәтті өтеді. Ал энергия төмендеген сәтте дене әлсірейді. Көңіл құлайды, сәттілік пен шабыт алыстап кетеді. Сондықтан басты ілім энергияны сақтау және көбейту. Энергия сіздің ең үлкен байлығыңыз, ең қымбат капиталыңыз. Байлық, денсаулық, махаббат, шығармашылық бәрі де бір түп көзден тарайды. Ол түп көз энергияңыздың тазалығы және қуаты. Өмір сіздің ішкі энергияңыздың айнасы. Не сезінсеңіз, соны тартасыз. Не ойласаңыз, соны жарата аласыз. Өз энергияңызды сүйіспеншілікпен ұстаңыз. Сол кезде әлем де сізге дәл сондай сүйіспеншілікпен жауап береді. Қазір елімізде ерекше рухани құбылыс байқалуда. Басқа галактикалық және өзге өлшемдерге жататын рухтар оянып жатыр. Бұл рухтар жерге тікелей қатысты емес. Олар тек өздерінің туған басқа галактикаларынан әкелген жарық пен энергия арқылы жерді емдеуге келген. Қазір ғаламда ерекше толқын жүріп жатыр. Аралық галактикалық рухтар оянуда. Олардың көпшілігі қазіргі уақытта 40 жасқа дейінгі жандар. Бұл жас буын кездейсоқ таңдалмаған. Олардың рухани құрылымы жаңа энергия толқындарына бейімделген.
жердің жиілігімен үндесуге дайын. Олар өздерінің алғашқы естеліктерінде бұл әлемге бөтендік сезімін сезінеді. Бірақ жүректерінде өзге жұлдыздардың үнін, өзге галактикалардың жарығын алып келген. Бұл рухтар жерлік мақсатпен емес, махаббаттың энергиясын тарату, сананы жаңарту және ғаламдық бірлікті ояту үшін келген.